Дарынды балаларға арналған нөмір 1 мектеп лицейінің мәжіліс залында зияткерлік марафонның ашылу салтанаты өтті. Онда алғы сөз марафонның өтуіне қолдау көрсеткен жергілікті Нұр Отан партиясы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Нияз Макраевқа берілді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халыққа жолдауында жалпы білім мен тәрбие туралы айтты. Бүгін сендер қызықты тапсырмаларды орындап, зияткерлік сауаттылықтарыңызды көрсетесіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Жақсы нәтижелер күтеміз. Салтанатты бөлімнен кейін марафонға қатысушылар кабинеттерге бөлінді. 4 мен 6 сынып оқушылары 3 пәннен қазақ тілі, орыс тілі, математикадан тапсырмаларды орындады. Ал 7 мен 8 сынып оқушылары біріктірілген 5 пәннен биология, география, математика, информатика және физикадан сұрақтарға жауап берді. 9 мен 10 сыныптар математика, информатика, физика, ағылшын тілдері пәндері бойынша тапсырмаларды орындады. Айта кетейік, аталмыш марафонға барлығы 93 бала қатысты. Төртқұдық пен Бозшакөл елді мекендерінен де бір оқушыдан келді. Нәтижесінде марафон жеңімпазы конкурстан тыс 1 мектеп лицейіне оқуға қабылдануға мүмкіндік алды. Ал қалған жүлдегерлер бағалы сыйлықтар мен сертификаттарға ие болды. Инара Бенова, Геннадий Дробец, арнайы жаңалықтар үшін.